Қайырлы күн болсын, сіздерге дәмі тіл үйірер творожный пирогтың ең үздік рецептісін ұсынбақпын. Құрамы төмендегі описание бөлімінде. Ең алдымен мискамызға 260 грамм еленген ұн саламыз. Үстіне 150 грамм жұмсақ сары майды қосып, қолмен үгітеміз. Енді осы қоспаның үстіне 100 грамм қант ұнтағын саламыз. Жеке ыдысқа таразымен өлшенген 15 немесе 20% 40 грамм қаймақты саламыз. Үстінен бір жұмыртқаны жарамыз және ванилинді аздап қосамыз. Бір шай қасық разрыхлительді қосамыз. Сөйтіп осы қоспаны барлығын араластырамыз. Енді алдыңғы мискамыздағы қоспаға осы сұйық қоспаны құйып араластырып қоймалжың қамыр илейміз. Осы жұмсақ қамырды пленкаға орналастырып жарты сағатқа тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Жеке мискаға 500 грамм творогты, үстінен 100 грамм қантты және 100 грамм қаймақты қосамыз. Барлығы да таразда өлшенген болу керек. Және 2 жұмыртқа жарып саламыз. 15 грамм кукуруз крахмалын қосып, блендермен немесе миксермен араластырамыз. Противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне ұн сеуіп, қамырымызды салып, дөңгелек форма жасап бастаймыз. Жиектерін 4-5 см көтеріп, формаға орналастырамыз да начинкамызды саламыз. Бетін тегістеп, жемістерді крахмалға аунатып, бетіне орналастырамыз. Малина немесе смородина салуға болады. Пирогымызды 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Суыған соң барып формадан шешеміз. Дайын пирогымыздың бетіне сахарная пудра сеуіп, дастарханға тартсаңыздар өте әдемі көрінеді. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.